Мұхиттың тереңдігі біздің жер шарымыздағы ең аз зерттелген жерлердің бірі болып саналады. Сондай тіршіліктер де Қара теңіз түбінде жатыр. Кейде олар балықшылар торына түседі және олар шынымен ерекше теңіз жануарларының куәгері болады. Біздің әлеміміздегі жұмбақ, кейде таңқаларлық тұрғындарын жиі кездестіретін адамдар бұл балықшылар. Қазір мен сендерге балықшылар тапқан 5 ең оғаш тіршілік туралы айтып беремін. Бастайық. 2014 жылдың басында Жаңа Зеландияның балықшысы ерекше тіршілік иесін аулап алды. Бұл күні ер адам қызымен бірге жағадан 40 шақырым жерде балық аулап жүрген. Ол су бетінде біртүрлі мөлдір еденді балықты байқады. Алдымен ол оны су бетінде жайлап сырғып жатқан пластикалық пакет деп ойлады. Мұқият қарап отырып, бұл тірі тіршілік иесі екенін түсінген. Балықтың денесінде кішкентай қызғылт сары көпіршіктен басқа ішек болмады. Кейіннен тіршілік иесі суреттерін ғалымдарға көрсетті. Оны өте сирек кездесетін сальпа маджора деген теңіз омыртқасыздар деп атайды. Бұл теңіз тіршілік иесі медузаның сілікпе тәрізді денеге ие. Американдық балықшы кальмардың ең танымал түрі болып саналатын нәрсені ұстады. Бұл түр планетадағы ең жұмбақ түрлердің бірі болып саналады. Мұндай кальмардың орташа салмағы шамамен 450 килограммды құрайды. Оның көздері ас табақшасының өлшемімен бірдей. Балықшының табуына ғалымдар өте қуанды. Мұндай түрді кездестіру мүмкін емес. Ал кальмардың жаңа үлгісі оларға зерттеу жүргізуге және құрылымын жақсарып түсінуге мүмкіндік береді. Осыған дейін 2004 жылы Антарктида маңында салмағы 300 келі болатын ең үлкен кальмар ұсталды. Бәрі сияқты ол да жансыз өлік еді. Ғалымдар әлі тірі үлкен кальмарды ұстай алмады. Үлкен кальмар әдетте шамамен 2000 метр тереңдікте мекендейтіні белгілі. 2016 жылы желтоқсанда моллюскаға ұқсас зат Оклендтегі моревой жағажайына лақтырылды. Ол алдымен жергілікті тұрғындарды, содан кейін ғаламтор қолданушыларын таң қалдырды. Мұның бәрі Окленд тұрғыны белгісіз бір затқа тап болып, оны суретке түсіріп Фейсбукта орналастырғаннан басталды. Жұмбақ құбыжықтың суреттері ғаламтор қолданушыларын таң қалдырды. Оның пайда болуының мүмкіндігі фантастикалық теорияларға толы пікірмен желіні толтырды. Мысалы, дред шаш тәрізді теңіз құбыжығы немесе бөтен уақыт капсуласы туралы нұсқалар болды. Ақырында нақты түсінік әрине фантастикалық болмады. Шын мәнінде құбыжық бұл үлкен ағаш бөлігі. Оның үстіне теңіз үйректері деп аталатын тіршіліктер қонған. Жаңа Зеландияның жағалауында тағы бір теңіз құбыжығы табылған. Бұл жолы шынайы болып шықты. Түсірілген кадрларда үлкен аузы бар жануардың басы айқын көрінді. Дауылдан кейін құбыжық жағаның бойына толқындармен лақтырылды. Құбыжықтың денесі жартылай құмға еніп пішінсіз масса болды. Жануардың қандай екенін әлі ешкім білген жоқ. Бұл кадрлардың пайда болуы қызу пікірталас тудырды. Көптеген адамдар өлік теңіз қолтырауының, үлкен дельфиннің немесе тіпті динозаврдың сүйектері болуы мүмкін деп санайды. Теңіз жөніндегі жергілікті сарапшының айтуынша, денесі кәдімгі қарапайым китіне тиесілі болуы мүмкін деді. Тағы бір жұмбақ тіршілік иесі немесе оның бір бөлігі, дәл келбеті әлі анықталмады. Австралияның Нарума жағажайына лақтырылды. Жұмбақ ақ резеңке тәрізді сүйекке ұқсайды. Оның ұзындығы 25 см-ге, ені 12 см-ге жетеді. Кейбіреулер мұндай жұмсақ заттан шыққан бас сүйек акулаға немесе скатқа тиесілі деп санайды. Бас сүйекті бірінші болып тапқан балықшы өзінің фотосуреттерін жергілікті қалалық форумға жүктеді. Ғалымдар суретке назар аударды. Олардың пікірінше, мұндай бас сүйек шынымен де скатқа тиесілі болуы мүмкін деді. Өкінішке орай, бас сүйек толығымен сақталмаған. Сондықтан нақты тұжырымдар жасау қиын. Осымен болды. Осы видео сізге ұнағанына сенімдімін. Олай болса, лайк басып менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар. Ал мен әрі қарай қызықты әрі пайдалы видеоларды жасауға кеттім.